Қайырлы күн, қымбатты оқушылар. Қалдарыңыз қалай? Сабақ миларыңызға қонып жатыр ма? Жазбаларыңызды жүргізіп жатырсыздар ма? Сіздердің жұмыстарыңыз ата-аналарыңыз қадағалап отырған шығар деген үміттемін. Жалпы осы қазақ тілін еске сақтап қалу үшін, кейін тесттерде қиналмау үшін бұл сабақтарды қысқа деп қана былай қалай болса солай қарамай, өздеріңізге жадқа түйіп алуға тырысыңыздар. Өйткені бұлар қысқа болса да мағыналы, маңызды теорияның түрлері, кесінділері. Әрине, бұл WhatsApp сабақта мен көп айта алмаймын. Мен бұған айттым ғой, арнайы менің осы сабақтардың бәріне жүргізілген программам бар, бағдарламам бар. Бірақ ол жеке отырып оқитын, кәдімгі Zoom-мен оқитын, басқа жолдармен оқитын бағдарламалар олар. Онлайн оқитын, офлайн оқитын. Ал мынау енді YouTube сабақ болғандықтан бұл өте қысқа жүріп жатыр. Сонда да сіздердің керектеріңізге жарайтын сөзсіз. Өйткені мұнда теория өзінің мысалдарымен бірге беріліп отыр. Бақылап, қарап отырып, естеріңізге түсіріп отырсаңыздар, сіздер ешқашан ұтылмайсыздар. Бүгінгі сабағымыз біздің сөздердің байланысу тәсілдері. Өткен сабақта біз сөздердің қалай болса солай келмей, тіркестің құрамында келетінін айтқанбыз. Олар еркін тіркестер болатын, олар тұрақты тіркестер болатын. Енді сол тіркестердің құрамындағы сөздер бір-бірімен қалай байланысады екен, бүгін соған мән береміз, балалар. Қараңыздар. Сөздер өзара жалғаулар арқылы байланысады. Мысалы, достардың кеңесі, мектепке келу, ата-ананы құрметтеу, кітапта жазылған. Қараңызшы, бәрі жалғаулар арқылы байланысып тұр. Достардың кеңесі, мектепке келу, ата-ананы құрметтеу. Біреуі септік жалғаулар арқылы, мінекей осының бәрі септік жалғаулар арқылы байланысып тұр. Ал мына біз ақылдасамыз деген жіктеу арқылы байланысып тұр. Сен ақылдасасың, мен ақылдасамын. Жалғаулар арқылы, бұл да жіктік жалғаулар арқылы байланысып тұр. Көрдіңіз бе? Демек, бұл жалғаудың байланысудың бір түрі. Екінші бір түрі сөздер өзара септеулік шылаулар арқылы байланысады. Сөздердің арасында шылау келеді, белгілі бір шылау келеді. Мысалы, досым үшін ұялдым. Досым ұялдым деген екі сөз үшін деген шылау арқылы байланысып тұр. Күн сайын жаттықты. Күн және жаттықты деген екі сөз сайынмен байланысып тұр. Ата-анасымен бірге барды. Ата-анасымен және барды деген екі сөз бірге деген шылаумен байланысып тұр. Сабақтан кейін дайындалды. Мұнда кейін шылауы. Гүл мен жапырақ мен шылауы. Қалам және қарындаш және шылауы. Шылау арқылы байланысады. Үшінші жолы сөздер өзара ешбір жалғаусыз, шылаусыз, қатар тұрып байланысады, орын тәртібі арқылы. Қараңызшы, мысалы, ашық мінез, орын тәртібі арқылы. Жапырақты ағаш, ешқандай жұрнақ жалғауы жоқ. Өнегелі өмір жұрнақпен, әрине, бірақ жалғау, септік жалғау, басқа жалғау деген жоқ. Берілген тапсырма, жылы жаңбыр, биік мақсат, аталы сөз, кәсіби шындық. Өзара ешқандай шылаусыз, орын тәртібі арқылы, жалғаусыз, шылаусыз, орын тәртібі арқылы байланысып тұр. Неге орын тәртібі деп айтамыз бұл жерде? Себебі осы тұрған екі сөздің орнын бір-бірімен ауыстыруға болмайды. Мінез ашық деп айтпаймыз біз, ашық мінез дейміз. Жапырақты ағаш, ағаш жапырақты деп айтпаймыз. Өнегелі өмір, өмір өнегелі деп айтпаймыз. Олай келгенде де айтуға болады, бірақ ол дұрыс айтылмаған сөз болады. Өнегелі өмір деп айтамыз. Берілген тапсырма, тапсырма берілген деп айтпаймыз. Сондықтан орын тәртібі дегенде бірі алдында, екіншісі артында тұрады. Арасында не шылау жоқ, не жалғау жоқ. Қатар тұрып байланысады. Енді төртінші түрі сөздердің арасында мағыналық байланыс, кейде дауыс ырғағымен байланыс арқылы беріледі. Мысалы, Абай ақын. Көрдіңіз бе? Интонация жоғары көтеріледі. Абай ақын. Сәбит жазушы. Мектеп кеме. Білім теңіз. Көрдіңіз бе? Дауыс ырғақ көтеріліп басылады, көтеріліп басылады. Арасында сызықша тұрады. Бұндай жағдайда бұлардың арасына үнемі сызықша қойылады. Себебі Абай бастауыш, ақын баяндауыш. Сәбит бастауыш, жазушы баяндауыш. Бастауыш пен баяндауыштың арасындағы сызықша дегенді кейін өтеміз бастауыш пен баяндауыш өткен кезде. Бірақ мына жерде де естеріңізде болсын. Бұл дауыс ырғағы арқылы байланысқан бастауыш пен баяндауыш. Мұндай жағдайда сөз тіркесінің арасына не қойылады? Сызықша қойылады. Міне қазір біз мына бетті түсіріп алыңыздар суретке. Өзара сөйлемде сөздер қалай байланысатынын таптық. Жалғаулар арқылы, шылаулар арқылы, орын тәртібі арқылы қатар тұрып, және дауыс ырғағы арқылы байланысады екен. Жаттығып көрейік. Сөздердің орын тәртібі арқылы байланысқан түрін табыңыз дейді. Кәні көрейік. Оқушылардың кітабы. Ақырына дейін күту, алтын сәуле, ғылымды игеру, қиялға шомылу.
Жалғаусыз, жұрнақсыз, орын тәртіп арқылы байланысып тұрған сөз тіркесі алтын сәуле. Көрдіңіз бе? Алтын сәуле. Сәуле алтын деп айтпаймыз ғой. Алтын алдында, сәулесі артында, жалғауы жоқ, шылауы жоқ. Бұл байланысудың бір түрі. Айтып айтқанда, орын тәртіп арқылы байланысқан түрі. Интонация арқылы байланысқан сөздер табыңыз дейді. Қазақ әндері, болашақта армандау, асан, студент, гүлденген ауыл. Қайсы интонация арқылы? Әрине дұрыс таптыңыздар деп ойлаймын. Асан, студент. Дауыс көтеріледі, және төмен түседі. Асан бастауыш, студент баяндауыш. Мұны да біліп алыңыздар қазір. Сөздердің септеулік шылаулар арқылы байланысқан түрін табайық. Септеулік шылаулар. 7 септіктің біреуінде тұру керек. Айтқан сайын түсіну әртүрлі. Астанаға бару, гүлдердің исі. Әтір себу, септеулік шылау. Бізде шылау арқылы, кешіресіз, септік жалғау емес, шылау арқылы. Бізде шылаулар септеулік шылау, жалғаулық шылау, демеулік шылау деуші едік қой. Ол қайсысы болады сонда? Септеулік шылау. Әрине айтқан сайын түсіну. Мынау атау септігін талап етіп тұрған септеулік шылау. Сайын деген. Сөздердің енді байланысу түрлері. Сөздер жаңағы тәсілдерін айттық, способтарын, тәсілдерін. Енді түрлері қиысу, меңгеру, матасу, қабысу, жанасу деген түрлері бар. Қарайық. Қиысу. Қиысу деп сөзбен сөздің жіктік жалғаулары арқылы байланысқан түрін қиысу дейміз. Мен оқушымын, сен оқушысың. Олар қиыса байланысып. Бір сөйлемнің ішінде егерде бастауыш пен баяндауыш осылай жіктелген формада байланысса, ол қиыса байланысқан. Меңгеру, ілік септіктен басқа септікте тұрса, олар меңгеріледі. Уикипедияны өңдеу, үлкенді сыйлау, Уикипедия дегенде жерді өңдеу деп айтсақ та олар, үлкенді сыйлау, балтамен ағашты жару. Бұл меңгере байланысқан сөз тіркесі өйткені олар балтамен жару, немен жару, балтамен жару, ағаштың қажеті жоқ. Балтамен жару деген меңгере байланысқан сөз тіркесі. Ал матасу деген ілік септігімен тәуелдік жалғау арқылы. Жалпы айтқанда басқаша айтсақ, қазақ тілінде 7 септік бар. Атау септігінде байланысып тұрған мінекей көрдіңіз бе? Қиысу. Ілік септігінде тұрса, ол матасу болады. Бірінші сөз ілік септігін тұрса. Бірінші сөз барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес септігінде тұрса, ол меңгеру болады. Осылай еске сақтауға да болады. Мысалы, мына жерден матаса байланысқан сөз тіркесін тап дейді. Матаса байланысқан, яғни ілік септігімен байланысқан сөз. Менің қылығым дұрыс таптыңыз. Сөз тіркесінде қиысу табыңыз дейді. Бұл бастауыш пен баяндауыштың жіктелу түрінде болған тіркесі. Ол келді, дұрыс таптыңыз. Меңгеру, атау мен іліктен басқа қалған септіктерде тұру керек. Әрине сыныпта отыр, жатыс септігінде тұр. Енді жалғасы, 4-ші түрі қабысу. Бұл сөздердің бір-бірімен ешбір жалғаусыз, шылаусыз, іргелестіру арқылы қызық кітап, ақ жаға, алтын сағат. Көрдіңіз бе? Жалғау жоқ, шылау жоқ. Жанасу деп алдыңғы сөздің соңғы сөзбен шылаулар арқылы, немесе шылаусыз түбір тұлғада тұрып, орын жағынан бірде іргелес, бірде алшақ. Мысалы, шарықтап ұшу, шарықтап көкке ұшу. Мұны же шарықтап ұшу дегенде шарықтап көкке ұшу, шарықтап аспан ұшу деп арасын алшақтатуға болады. Мына жерде бұлардың арасын алшақтата алмайсың. Қызық, сосын тағы бірдеңе кітап деп айта алмайсың. Мына жерде оның арасына басқа сөз қосуға болады. Енді тыңдап көрейік, тексеріп көрейік. Қабыса байланысқан сөз тіркесі. Қабысу деген не жаңа? Бір-бірімен жалғаусыз, шылаусыз, іргелестіріп байланысу. Әдейі келдім, үйдің шатыры, мұғалім айтты, белгілі ақын. Қайсы? Белгілі ақын. Етістікті сөз тіркесін табайық. Етістікті. Бұны біз алдында өтіп кеткенбіз. Басыңқы сыңары етістіктен болу керек. Сөзіне таң қалды. Міне осылайша сөз тіркесінің бірнеше түрі болады екен. Жақсылап мыналарды осы 5 түрін жаттап алсаңыздар болды. Көрдіңіз бе, байланысу тәсілдері 4 түрлі жолмен байланысады сөздер, жалғаулар арқылы, шылаулар арқылы, орын тәртібі және дауыс ырғағы арқылы, және сөздердің түрлері, байланысу түрлері қиысу, матасу, меңгеру, қабысу және жанасу. Міне қараңыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз бітті. Балалар, сөз тіркесінің түрлері жайлы мағлұмат алдыңыздар. Көп рахмет. Мен сендерден үлкен үміт күтемін. Мен еңбегім далаға кетпей, мен бұл сабақтар үшін ақша алып атқам жоқ ешкімнен. Маған біріншіден бірді кереметтей пайдасы жоқ бұның. Ютубтан пайда болады, да көретін адамдар көп болғанда. Мені көп адам көре ме, көрмей ме, мен оған да жүрегім ауырмайды. Маған ең негізгісі көрген адамдардың пайдасына жараса деймін. Сондықтан осы сабақтарды менің еңбегім далаға жібермей, өздеріңіз еңбектеріңізде оқығанда пайдаланып,
көріп жүрсеңіздер, еске сақтасаңыздар деп армандаймын. Сау болыңыздар, еңбектеріңіз жемісті болсын. Келесі сабақта кездесейік. Сау болыңыздар.